Егерде сізге айына тазамен 10 миллион теңге қалтаңызға әкелетін, есеп жағы барлығы саналып, оцифровкасы жасалған командасы, яғни барлық жұмысшылары рет-ретімен қойылып, автоматизация және систематизация жасалған жүйелі сіздің салаңыздағы кәсіпті сізге берсе, қазір жасап жатқан жұмыстарыңызбен айналысар едіңіз? Скорее всего, жоқ. Бүгін мен сізге өзімнің өмірімнен өткізген 3 құпия немесе қағидамен бөлісетін боламын. Сол 3-ақ құпия менің өмірімді 180 градусқа өзгертті. Сол 3-ақ құпия кішкентай уақытта 99 миллион теңгеге жеткізген. Сол 3 нәрсе Қанай және досым атты әншілерді дамытып, 0-ден бастап 100 мың подписчик жинап, және де 100 миллионнан қаралым жинап көмектескен инструменттердің бірі. Және де ол 3 инструмент саған көмектесетініне толықтай сенімдімін. Әзірше танысайық. Мен есім Асхат Сабиров, продюсер кәсіпкермін, ал біз бастаймыз. Кеттік. Батыс Қазақстан Атырау қаласынан туылғанмын. Халел Досмамбетов атындағы Атырау ұлттық университетін бітірдім. Ол жерде мамандығым переводчик, яғни ағылшын және де француз тілін бітірдім. Университет мезгілінде брейкданспен айналысам. Брейкданс бізде Құлсарда Давс, Атырауда Батыс деген команда болдық. Көптеген 15 шақты жігіт болып, бәрім жан-жақтан солай брейкпен айналысатын едік. Университет бітіргесін Эйр Астанаға жұмысқа кірем. Ол жерде 7 жыл бойы уақытымды арнадым. Грузчиктен бастап диспетчер, центровщик және де старший сменаға дейін өстім. 2010 жылы Астанаға көшіп келіп, параллельно, дополнительно көп нәрселермен айналыса бастадым. То есть Қытайдан товарлар заказ беремін, соларды сатумен, гүлдермен айналыстым, оптовый, А4 қағазбен айналыстым. Сөйтіп жүріп 2015-те 2 үлкен қадам жасадым. Біріншісі үйлендім, екіншісі Эйр Астана жұмысынан кетіп қалдым. Сол мезгілде өзіме әуе жүк тасымалдау компаниясы Казахкаргосын аштым. Казахкаргоға, яғни бизнеске қадам бастым, потому что от зарплаты до зарплаты, айлықтан айлыққа жетпейді. Былай жетпейді. Басқа бір табыс көзін ашып, және де финансовый свободно дейді ғой, сондай болғым келді. Сондықтан мен бизнесті аштым. 5 жыл бойы Казахкарго компаниясын жүргізіп, ол жерде 20-дан астам сотрудник бар болса да, операционкаға батып кеттім да, то есть бір коробканың ішіне кіріп кеткендей сияқты болдым да. Маған бір адам керек дедім. Бір адам маған осылай бизнесіме разбор жасап, сыртымнан көрсетіп, бизнесімді нақтылай жоспар түрде көрсететін адам керек болды. Сол мезгілде мен 8 миллион теңгеге Москваға білім ізденіп кетем. Ол мезгілде бизнес молодость деген мықты жігіттер бар, Петр мен Михаил деген кісілер. Сол жерде 2 ай бойы Москвада білім алам. Именно бизнесті толықтай қалай жүйелеу керек, бизнесті қалай дамыту керек, бизнестің барлық қыр-сырларын барып сол жерде 2 ай тұрып үйренем. Сөйтіп миымды білімменен толтырып алам да, Астанаға келіп, сол Казахкаргоға білімді құям. Сол мезде біздер 7 миллион жарымнан 99 миллион теңгеге оборотты көтереміз. Бұл максимум рекорд болады. Сол мезгілде мен енді результатпен бөліскенде, сол орыстар кәсіпкерлер көбінесе менен сұрайды: Асхат, как ты сделал именно 7 миллион жарымнан 99 миллион, қандай инструменттер жасадың деген сияқты менен сұрай бастайды. Сөйтіп бөлісе бастаймын, Астанадағы кәсіпкерлер біле бастайды, Алматыдағы кәсіпкерлер ести бастайды. Оларға көмектесіп жүрген мезгілде бір аға келеді да, бизнесіңде жаңағыдай проблемалар болады, соған совет берем. Има айтады да, Каспий номерін сұрайды менен. 1 миллион теңге жібереді ғой маған 1 сағаттың ішінде. И сол мезде менде лампочка загорается. Қалай мен Казахкаргода қиналып 24/7 жұмыс жасасам, ал мына жерде 1 сағат консультацияда маған 1 миллион теңге төлейді. И консалтинговый компания ашам дополнительно. И сол мезетте мен Казахкаргоны жүйелеп қоям. Одан кейін Казахкаргоны сататын болам. Сөйтіп шешім қабылдап, оценкасын 176 миллион теңгеге бағалап, өзімнің 50% долямды сатып, өзімнің бұрынғы партнермен жақсы күйде қоштасып, өзіміз жолымызбен кетеміз. И сол мезгілде Қанайдың жігіт маған келіп, ол мезгілде Қанайдың 2 әні бар, Қараңғы мен қалам деген сияқты. Давай жұмыс жасайық деп ұсынады. Сол мезгілде Қанайға команда құрып, көптеген жұмыстар жасалып, үлкен жетістікке жетеміз. 0-ден бастап 100 мың подписчик жинаймыз, 100 миллион қаралым жинаймыз. Оған дәлел YouTube каналымыз AAA Production. Үлкен команда болып, жоба болып, көптеген жұмыстар жасалды. Бұның барлығы бизнестің күшті жағылары ғой, но онымен қатар қиын жақтары да болды да. Мысалы, мен бір күнде 34 миллион теңге жоқ қылдырдым. Прикинь, 34 миллион теңге. Ты можешь это позволить себе в своей голове, да?
34 миллион бір күнде жоқ болады. Одан бөлек командадағы адамдар көп кете бастайды. Негізінде бизнестің ар жағында көрінбейтін қиындықтар бар да. Сол қиындықтардың арқасында біз үлкен жетістіктерге жетеміз. Мен жаңа айттым 3 қағидамен бөлісем деп. Соның бірінші қағидасы жауапкершіліктің барлығы менде деп қабылдау. Сол менің өмірімді өзгертті. Егерде біз жауапкершіліктің барлығы өзімде деп мойнымызға алсақ, өмірімізде үлкен өзгерістер болады. Мысалы айтайын, адамдар кездесуге келмей қалады. Неліктен? Сотовый телефон зарядкасы отырып қалды, будильнигі шырылдамады, немесе машинаның дөңгелегі жарылып қалды деу мүмкін да. То есть не істеу? Жауапкершілікті басқа, тем более жансыз емес нәрсеге қалай жұмсайды. Сондықтан олар кездесуге кеш қалады. Сондықтан олар жұмысын дұрыс орындамайды. Сондықтан олар келісімін дұрыс жасай алмайды. Неліктен? Жауапкершіліктің барлығын біреуге жүктегеннен. Сондықтан, құрметті достар, жауапкершіліктің барлығы өзімде деген бірінші қағида өмірімде үлкен өзгерістер алып келді. Жалпы Казах Каргоны жүргізіп жатқанда мен өзімді бір қораптың ішінде жүргендей сезіндім деп айттым ғой. Сыртынан шығу керекпіз да. Яғни өзіміздің сыртымызға қарау керекпіз. Біз өзіміздің басымызда өзіміз бір әлемді құрып аламыз да, сол әлеммен өмір сүріп жатамыз. Мен дәл сондай болдым да. То есть Казах Карго болса да, 20-ға жуық сотруднигім бар болса да, оборотка жақсы грузоперевоз компаниям бар болса да, өзім достарыма уақытымды бөле алмадым, жанұяма бөле алмадым, балаларыма бөле алмадым. Өзім еркіндікте сезіне алмадым да. Неге? Өйткені мен бір қораптың ішінде, бір клеткінің ішінде жүгіп жүрдім да, былай шыға алмай. Сол кезде маған не көмектесті? Өз-өзімізге сыртымыздан қарау керекпіз. Қайда бара жатқанымызды көру керекпіз да. Мына бизнестегі кәсіпкерлерге мен постоянно айтам, есептеу керек, есеп алу керек өзімізден, сотрудниктерімізден, барлығынан. Өйткені бизнестегі ең маңызды нәрсе бұл есеп. Ал есеп ешқашан өтірік алдамайды. Сондықтан, құрметті достар, екінші қағидамыз өз-өзімізге сыртымыздан қарау, коробкадан шығу, клеткадан шығып, қайда біз бара жатырмыз, біз кімбіз, қайда бара жатырмыз, қандай ниетіміз деген сияқты бизнесте де дәл сондай инструментті қолданамыз. Жалпы қазіргі таңда менің ниетім, менің мақсатым 2000 қазақ аудиториядағы кәсіпкерлерге осындай біліммен беруім. Және де үшінші қағидам, яғни үшінші құпиям: оқы, қара, үйрен, жаса. Бір нәрселерді біз оқу керекпіз, үйрену керекпіз. Жасау арқылы берекетті Аллах Тағала береді, иншалла. Сондықтан, құрметті достар, осы 3 менің өмірлік құпиям сізге де пайдалы болады деген үлкен сенімдемін. Сондықтан осы 3 қағиданы жазып алыңыздар, сақтап қойыңыздар, өмірлеріңізге пайдаланып жүріңіздер. Және де 2000 қазақша аудитория кәсіпкерлерге қалай мен көмектесемін? Оларда оцифровка бизнес жоқ, яғни тазамен қалыптасына қанша тауып жатқанын біле бермейді, командамен қалай жүргізу керек екенін біле бермейді, саудасын қалай, неше түрлі фишкалар мен инструменттерді пайдалану арқылы саудасын қалай көтеру керек екенін біле бермейді. Соның барлығын бөлісу арқылы біздің елімізге үлкен үлесімді, именно кәсіпкерлерге үлкен үлесімді қосам деген ниеттемін. Сондықтан, құрметті достар, бүгінгі біздің видеомыз пайдалы болған ниеттемін. Егерде кәсіпкер достарыңыз бар болса, олармен осы видеоны бөліссеңіз, нұр үстіне нұр болады. Ал егерде дәл өзіңізге бизнес разбор керек болса, описание сілтемеде болады. Сіздермен болған Асхат Сабиров.